Бұл оқиға мен мектепте оқып жүрген кезімде болған. Бір күні досым екеуміз қараусыз қалған ескі үйді көруге бардық. Үйдің ішін біраз араладық, бірақ қызық ештеңе таба алмадық. Сол кезде төменге түсетін баспалдағы жақтан әлсіз жарық көрінді. Жертөле бар екен, дедім мен. Екеуміз баспалдақпен төмен түстік. Жертөлеге кірген сәтте алдымыздан бір адам тұрғанын көрдім. Бірақ ол адам емес еді. Ол шайтан. Оны көрген сәтте денем қатып қалды. Бір саусағымды да қозғалта алмадым. Ал досым оның жүзін көре сала қашып кетті. Мен не болып жатқанын түсінбей тұрдым. Мүмкін бұл түс шығар деп ойладым, бірақ бәрі шынайы еді. Оның терісі мен көздері қызарып кеткен. Денесінің әр жерінде ескі күйіктердің іздері бар еді. Ол маған қарап жымиды. Сосын өте жай дауыспен: "О, кішкентай қозы адасып кетіпті ғой. Бұл жердің қандай жер екенін білесің бе?" деді. Қолында ұзын қамшы ұстап тұрды. Ол маған жақындаған сайын оның денесінде күйік іздері анық көріне бастады. Мен қорыққаннан "Құдайым!" деп сыбырладым. Ол бірден жауап берді: "Мұнда Құдай жоқ." Сол сөзден кейін оның жанында біртүрлі заттарды байқадым. Қабырғаларда ешкілердің, жыландардың және басқа да бауыр мен жорғалаушылардың суреттері ілулі тұрды. Бөлменің ортасында түрлі түсініксіз заттар шашылып жатты. Мен оның қандай да бір қараңғы рәсіммен айналысқанын түсіндім. Ол маған бір стаканды ұсынды. Ішінде қою қызыл сұйықтық бар еді. "Мұны ішсең, қалағанның бәріне ие боласың," деді ол. "Байлық, көш, қалағанның бәрі сенікі болады." Мен артқа шегіндім. Ол түсініксіз көне тілде бір нәрселерді күбірлей бастады. "Das varubes hotelе бagaблам." Сол сәтте менің бойымда түсініксіз бір сезім биледі. Бір сәтке әлгі сұйықтықты ішкім келіп кеткендей болды. Неге екенін білмеймін, бірақ соңғы сәтте өзімді қолға алып бас тарттым. Ол қатты күліп жіберді. Өзінің стақандағы сұйықты өзі ішіп қойды. Келесі сәтте ол бетімді ұстап алды. Оның қолынан босануға тырыстым, бірақ ол стақанды қайтадан аузыма жақындатып жабыстыра бастады. "Сенен енді қашып құтыла алмайсың," деді. Мен бар күшіммен оны итеріп жібердім. Сол сәтте денем қайтадан қозғала бастады. Мен жүгірдім. Баспалдақпен жоғары қарай ұшып шықтым да үйден атып шықтым. Ішім бір нәрсені анық сезді. Егер бұл жерде тағы бір минут қалсам, бір сұмдық болатын еді. Мен сыртқа шыққан кезде артымнан қарадым. Ол есіктің алдында қозғала алмай тұр екен. Менің соңымнан қумады. Сол кезде арт жақтан мыңдаған адамның жан досымен айқайлағанын естідім. Айналамда ешкім жоқ еді. Бірақ айқайдың қатты болған соншалық өзімді тозақтың ішінде тұрғандай сезіндім. Мен көзімді жұмып бар күшіммен қаша бердім. Бір кезде үйден алыстағанымды түсіндім. Айнала қайтадан тыныш еді. Жапырақтар желмен тербеліп тұр. Құстар ұшып жүр. Бәрі қалыпты сияқты. Бірақ мен қалыпты күйге қайта келе алмадым. Сол күннен бері бір сұрақ мені мазалайды. Мен сол жертөледе шын мәнінде не көрдім? Мүмкін мен білмейтін басқа бір әлем бар шығар. Полиция келген кезде әлгі адам жоқ болып кеткен. Үйдің ішінен тек өлі жыландар мен басқа да бауыр мен жорғалаушылар табылды. Ал оның өзі жоғалып кеткен. Бірақ оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Кейде ол әлі күнге дейін түсіме кіреді. Түсімде ол қайтадан қолына сол стақанды ұстап тұрады. Маған жақындап келеді және іш дейді. Ал мен қозғала алмай қаламын. Сол сәтте шошып оянамын. Ең қорқыныштысы оянғаннан кейін де әлгі жертөледегі исті сезінетіндей боламын. Кейде бұл оқиғаның бәрі түсім болған шығар деп ойлаймын. Мен сол күннен бері ол үйге ешқашан жақындаған емеспін. Бұл оқиға менің бұрынғы сүйіктім туралы. Онымен шамамен 5 жыл бұрын 20 жаста болған кезімде таныстым. Ол өте сүйкімді әрі мейірімді қыз болатын. Мен оны шын жүректен жақсы көрдім. Бірақ уақыт өте келе, оның маған деген шектен тыс байланысы мен ашуланған кездегі оғаш мінезі мені шаршата бастады. Ол ашуланғанда мені түрлі сиқырлармен қарғайтын. Қолына бір таяқ алып мені қарғысқа ұшыратқандай әрекет жасайтын. Мен амалсыздықтан оның ойына қосылып, өзімді сиқырланған адам сияқты көрсетуге тиіс болатынмын. Бір күні бұған шыдай алмай, онымен қарым-қатынасымды үздім. Ол мұны өте ауыр қабылдады. "Жаныңды шайтанға арнаймын." Содан кейін бір жылға жуық уақыт бойы менің соңымнан қалмай жүрді. Ол маған осындай сөздер айтып қайта-қайта қорқытты. Содан бері үйімнің алдында анда-санда өлі тышқан немесе мысықтың денесі тасталып жүрді. Ақыры оның барлық байланысын бұғаттап, одан құтылдым. Бірақ 5 жылдан кейін
біз қайта кездестік. Ортақ досымыздың кешінде кездейсоқ жоғалып қалдық. Ол маған бұрынғыдай сүйкімді жүзбен жымиып амандасты. Оны көрген сәтте бұрынғы реніштерімнің бәрі бір сәтке жоғалып кеткендей болды. Оны жек көріп тұрған жоқ екенімді түсіндім. Бәрі ештеңе болмағандай көрінді. Одан кейін ол мені бір күнге кешкі ас ішуге шақырды. Алғашында бас тартқым келді, бірақ кейін жай ғана бірге тамақтанып қайтсам не болады деп ойлап ұсынысын қабылдадым. Күтпеген жерден ол өте сыпайы болды. Бұрынғыдай ашуға берілетін немесе агрессивті әрекет көрсететін ештеңе байқалмады. Мейрамханада жақсы уақыт өткіздік. Тамақтан кейін ол үйіне барып тағы бір нәрсе ішіп отыруды ұсынды. Мен келісіп қойдым. Өйткені оған деген бұрынғы сақтығым біртіндеп жоғалған еді. Бірақ үйіне кірген сәтте-ақ көңілім өзгерді. Еденнің үстінде қоқыс пен қуыршақтар шашылып жатты. Үй бірнеше ай бойы жиналмаған сияқты. Бір жерден мұрныма түсініксіз жағымсыз иіс келді. Мен ішімнен қатты қобалжып тұрсам да, оның тым сабырлы болғанын көріп, ештеңе болмағандай кейіп таныттым. Сол кезде оның бөлмесінің сәл ашық тұрған есігін бір нәрсе көзіме түсті. Қуыршақтың денесіне ине қадалып тұр екен. Мен бір сәтке шошып кеттім. Бірақ қорыққанымды білдірмеуге тырыстым. Ол бізге сусын әкелді. Екеуміз ішіп отырдық. Ал мен осы жерден қалай тезірек кетуге болатынын ойлап отырдым. Ол мен біртүрлі болып отырғанды байқаған сияқты. Жүзінде күлкі біртіндеп жоғалып, қабағы қатая бастады. Сосын ол біраз уақытқа жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Мен мүмкіндікті пайдаланып, оның бөлмесіне кірдім. Ішіне кірген сәтте қолымдағы сусын жерге түсіп кетті. Бөлмеде ондаған қуыршақ тұр еді. Бірақ олардың барлығының денесіне ине қадалған. Ең қорқыныштысы, кейбір қуыршақтардың бетіне ер адам суреттері жабыстырылған. Олардың арасында менің суретім де бар еді. Менің суретім жабыстырылған қуыршақтың ішкі жыртылған, қолдары мен аяқтары бүлінген, үстелдің үстіне түрлі қауіпті заттар жатты. Иттердің қарғыбаулары, қамшы, тағы да түсініксіз заттар. Сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Егер бұл жерден қазір қашпасам, арты өте жаман болуы мүмкін. Кенет артымнан оның дауысы естілді. Ақыры сені таптым. Мен жалт бұрылдым. Ол жымиып тұрды. Бірақ оның жүзі бұрынғыдан да бозарып кеткен еді. Ақыры сені таптым. Ол екі қолына біртүрлі Тор мен Покемон ойындағы допқа ұқсас зат ұстап тұрды. Маған қарай қолын созып, "Кел бері" деп күлімсіреді. Мен не болып жатқанын түсінбей қатып тұрып қалдым. Оның жүзінде күлкі біртіндеп өзгере бастады. Сосын ол үстелдегі пышақты алып қолына алды. Менің үстіме қарай секірді. Мен айқайлап оны итеріп жібердім де бар күшіммен қаша жөнелдім. Мен артыма қарамастан үйден жүгіріп шықтым. Бір сәтте басқа бөлмеден әлде бір адамның әлсіз дыбысын естігендей болдым. Бірақ тоқтаған жоқпын. Бірден полиция шақырдым. Полиция оның үйіне кіргенде мен күтпеген нәрсені анықтады. Ішінен екі ер адам табылды. Олар жануарға ұқсайтын киім киген. Мойындарында иттердің қарғыбауы бар. Тамақты кәдімгі ыдыстан емес иттерге арналған ыдыстан ішетін болған. Кейін олардың екеуі де бұрынғы жігіттер екені анықталды. Ол оларды бірнеше апта бойы үйінде ұстап, қатты қорқытып қорлаған. Бақытымызға орай екеуі де құтқарылды. Ал ол ақыры полицияның қолына түсті. Осы оқиғадан кейін бірнеше жыл өтсе де, сол үйде көргендерім әлі есімде. Кейде сол қуыршақтарды түсімде көремін. Әсіресе менің суретім жабыстырылған қуыршақты. Сол күні мен ол үйден шығып үлгермегенімде не боларын ойлаудың өзі қорқынышты.